Аспан перілері. Адам пендесі һәм оның тұрағы болған жер жаралудан ілгері күл әлемді перілер билеген екен. Алтығат аспанның асты теңіз болыпты да, аспан перісінің, теңіз су перісінің әмірінде болыпты. Өздерін Тәңірдің еркесіміз деп есептеген аспан перісі мен су перісі күл әлемнің әміршілік орнына таласып, бірде арбасып, бірде алысып тұрады екен. Су перісінің аспан перісінен бір ілгерлігі үйелмелі-сүйелмелі 9 қызы болыпты. Оның үлкен қызы, ортаншы қызы және кенже қызы басқалардан сұлу әрі зерек екен. Күллі перілер әулеті үлкен қызды күн бике, ортаншы қызды алтын бике, кенже қызды ай бике деп атайды. Кейде оларды күн сұлу, алтын сұлу, ай сұлу деп те шақыратын болыпты. Су перісінің 9 сұлуы әр уақыт сейіл серуенге шығып, сауық сайран құрғанда күллі перілер әулетінің сұлу перизаттарға көз сүзіп аңсар алмайтындары жоқ екен. Күндердің бірінде аспан перісі су перісінің серуенде жүрген перизаттарына жолығып, әлгі үш сұлуға аңсар ауып, сан миллион қолынан сенімді 7 шабарманын шақырып, сендер су перілерінің әулеттеріне барып айтыңдар, анау 3 перизатын маған берсін. Егер көнбесе, тартып әкеліңдер. Құр келер болсаңдар бар ғой, өз обалдарың өздеріңе, көздерің жойылады деп әмір етіп жолға салыпты. Аспан перісінің 7 шабарманы су перісінің ордасына келіп, бұйымтайларын айтып, ризалығын сұрапты. Бірақ оған су перісі ырық бермеген соң, 7 шабарман соғыс салып тартып алмақ болып, су перісінің ордасын ойрандап, тоз-тозын шығарыпты. 9 перизат нөкерлерін ертіп, бытырай жан сауғалаған екен. 7 шабарман 9 перизаттың ең кішісі Айбикені ұстап алып, ортаншысы Алтынбикенің соңына түсіпті. Бірақ Алтынбикенің 2 нөкері олардың жолын кес-кестеп маңына жолатпапты. Ақылды Алтынбике аспанның солтүстік жағынан орда салдырып, тұрақтап қалыпты да, әлгі 2 нөкермен бірге басқа да нөкерлері оны 7 шабарманнан қорғап тұрыпты. Ал 7 шабарман күні бүгінге дейін Алтынбикені аспан перісіне ұстап апарамыз деп торуылдап жүреді екен. Осы күнде аспандағы бірде темір қазық, бірде алтын қазық аталатын жұлдыз, сол су перісінің ортаншы қызы Алтынбике екенде, оның сыртын қоршап тұрған 7 қарақшы делініп жүрген жұлдыз шоғыры аспан перісінің 7 шабарман екен. Су перісінің үлкен қызы Күнсұлу, яғни Күнбике барлық сіңлілерінен адасып қалыпты да, күні бүгінге дейін сіңлілерін іздеп, бірде аспанның шығысынан, бірде солтүстігінен көрінетін болыпты. Адамдар оны кейін шолпан жұлдыз деп атапты. Аспан перілерінің ала сапарында адасып қалған су перісінің 6 қызы әліге дейін жұбын жазбай, 6 ай қыс аспаннан, 6 ай жаз су астынан әпекелері мен сіңлілерін іздейді екен. Адамдардың үркер деп жүрген топ жұлдызы әне сол су перісінің 6 перизат екен. Аспан перісі мен су перісі билікке таласып, бәсекеге түсіп, сойқанды соғыс салып, Алла тағаланың мазасын алыпты. Сонан соң Алла тағала жерді жаратып, суды өзен, көл етіп орнатыпты да, су перісін су астына түсіріп, аспан перісін алтығат аспанның ар жағына жалғыз тастап, ай мен күнді орталарына күзетшіге қойыпты. Жалғыздықтан жабыққан аспан перісі бірде ақ ұрып алпарысады. Осыдан жел, дауыл тұрады екен. Ал бірде күңірентіп, көзінен жас төгеді. Бұдан нөсерлі жаңбыр пайда болады екен. Ал су перісі терең мұхиттардың астынан шығып, қыздарын іздеп арпалысады екен. Бұдан теңіз мұхиттар теңселіп, таудай толқындар көтеріледі екен.